Бұл видеоны көрмей тұрып KZ Stars деген арнаға жазылып кетіңіздер. Себебі сіздер бұл жерден керемет жұлдыздар жайлы ақпараттар және түрлі тағы да басқа қызықты нәрселерді көре аласыңдар. Және 91 тобының баяу өлеңіне пародиялар жасаған түрлі қызықты нәрселер бар. Арнасы қызыққа толы, так что жазылып қолдап кетіңіздер. Сілтемесі төменде. Сәлем достар, сендермен блогер Айбек. Достар, бүгін біз міне ВК жеке группамызға келіп түскен сұрақтарға, жауабымды беретін болам. Ендеше бастаймыз. Так, достар, бізге болды, жауап берем қазір, болды. Итак, қазір соған жауап берейін деп отырмын. Достар, ең бірінші бізге Динара Мұратбекова деген қыздан келген. Бірінші сұрағы маған сәлем жолдашы дейді. Динараға сәлем. Екінші сұрағы өскенде қандай мамандық иесі болғың келеді дейді. Өскенде оны көре жатармыз алдағы уақытта. 3. Ата-анаң ютубер екеніңді біле ме дейді. Ата-анам біледі. 4. Жақсы көретін тағамың қандай дейді. Жақсы көретін тамағым манты. 5. Бойың неше сантиметр? Бойым 170 немесе 171 сантиметр болу керек. Келесі сұрақ Алихан Талғатов деген баладан келген. Бірінші сұрағы Айбек, бұйырса алдағы уақытта Чарли видеосын түсірем деген ойың бар ма дейді. Бұйырса алдағы уақытта енді көп адамдар сұрап жатса, түсіру ойда бар болу керек, енді білмеймін. Екінші сұрақ маған сәлем жолдай салшы дейді. Достар, мен балдарға сәлем жолдамайын, балдарға былай істеймін. Алиханға салам. Келесі сұрақта Мұхан Нұрдәулет деген бала қойған. Салам дейді. Салам. Маған сенің видеоларың ұнайды. 20К-ға жақындап қалдың. Молодцы. Дами бер, красавчик. Мұхамбетжан, салам деші дейді. Мұхамбетжан, салам. Кешір атыңды соқмаса. Келесі сұрақта Мейрамбек Түлешев деген бала қойған. Салам болу керек дейді. Салам. Бір каналыңда вообще сан жетпес жазылушы болса не істейсің дейді. Сан жетпес жазылушы болса Ивангай солар сияқты, бейті Ябага деген сияқты. Бірақ қазақтар бірақ ондай ақша таппайды. Сан жетпес жазылушы болса ютубқа видео түсіруімді ары қарай жалғастыра берем. Қазақстанның Ивангай болып кетесің ғой. 2. Бос уақытыңда не істейсің? Бос уақытымда сол енді видео түсірумен айналысам, енді видео монтаждың заттарымен және де білмеймін басқа не істеймін, үйде жұмыстар көп басқа. 3. Видеоны немен түсіресің? Толығырақ айтсаң дейді. Мен бұл туралы қанша айтып кеттім, енді қанша болғанда сұрақ жауап ештеңе айтқан жоқпын. ВК-да сұраған адамдардың барлығын айттым, енді сұрақ жауапты жауабын берейін. Видеоны мен LG деген соткамен түсіремін. 1920-1080 Full HD формат және де 16 жоқ 13 мегапиксель дәл осылай түсіреді, мен осы LG соткам. Осы жақсы түсіретін сотка, осындай сотка алсаңыздар өкінбейсіздер деген ойдамын. 4. Маған сәлем жолдашы. Мейрамбек, салам. Бәке Ханский, үйіңде неше бала бар дейді. 5 бала, ата-анаммен 7 болады. Екінші сұрағы, үйдің нешінші баласысың деген болар. 3-ші баласымын, үйдің. 3-ші сұрағы, руың қандай? Руым Тоқабай. 4. Маған сәлем жолда дейді. Бәкеге салам. 5. ютубты кімге еліктеп аштың дейді. Ютубты сол қазақ ютубында Орка ағамыз, Баука ағамыз, Бәкен ғой, сондай Супергигач, Майк Миллер, сол ағаларымызға еліктеп аштым. Данияр Жусупов. 1. Қайда тұрасың? Бұл сұраққа неше рет жауабымды бердім, бірақ жаңадан келіп жатқан көрермендерім боларса сіздерге жауабымды беріп кетейін. Мен Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, соның қасында Қызылсай деген ауылында тұрамын. 2. Қытайдан посылка ашу алдағы уақытта бола ма дейді. Ондай енді болады алдағы уақытта. Қазірде болып жатыр. Осы кеше сол Қытайдан посылканы аштым. Бұл осы 7 июльде қойылған сұрақ екен. Алдағы уақытта көптеген посылкаларды ашамыз. Тек қана сіздердің лайктарыңызбен қолдап отырсаңыздар болды. Осы видеоға да лайк басып жіберіңіздер. Мен бір қуанып қалайын. Лайк деп бас жіберіңіздер, көп көңіл болып кетеді. Сол бас жіберіңіздер. Бауыржан Ташер. Айбек, салам дейді. Салам. 1. Атыңды кім қойды дейді. Атымды кім қойған білмеймін. Әжем ба, біреу қойған атымды. Өскенде қандай мамандыққа түсесің? Өскенде жаңа айтып кеткен болатын, білмеймін. Алла қаласа бұйырса көре жатамыз қандай мамандыққа түсетінімізді. Қаншамен оқисың дейді. Сабағыңды қаншамен оқисың дегені болар. Сабағым сол 4 қой. 4 пен 5. Бұйырса одан да жақсы оқып, мектепті жақсы бағамен бітіріп шығамыз деген ойдамыз. 4-ші сұрақ, мысалы сен видеоны түсіріп жатқанда дейді, мамаң немесе папаң келіп қалса, видеоны қайттан бастайсың ба дейді. Жоқ, видеоны қайттан бастамайсың, ол келіп қалған жерлерін қиып тастай саласың. Сол манағы неден қалып қойдың, сол жеріңе бастап жалғастырып кетесің видеоны. Келесі сұрақта Атабек Аскаров деген бала қойған. 1. Үйіндегі нешінші баласың? Жаңа жауап беріп кеткен болатынмын. Үйдегі 3-ші баласың. 2. Экспоға барар ойың бар ма дейді. Алдағы уақытта бұйырса экспоға барамыз деген ойдамын. Енді келесі жылдары болсын, баруымыз мүмкін. Осы жазда болсын барып қалуым мүмкін.
Аман болшы Айбек дейді. Сен де аман бол, бауырым, рахмет. Соңғы сұрақты Нұрпейісова Баян деген қыз қойған. Бірінші сұрақ, рэп айтқанды жақсы көресің бе дейді. Рэпті өзім де жақсы көремін. Қаракесек ағаларымыз, көптеген рэперлердің барлығын тыңдаймын. Баги деген сияқты. Алда уақытта өзімде рэп айтам деген ойдамын. Екіншісі, спортқа жақынсың ба дейді. Спортқа жақынмын. 3. Маған сәлем жолдашы дейді. Баянға сәлем. Ал достар, сіздерге бүгінгі осы сұрақ-жауап видеом ұнады деген ойдамын. Егер де сіздерге ұнаған болса, лайк басып, астындағы подписаться деген кнопканы басып, арнаға жазылып отыруды ұмытпаңыздар. Сенің сұрағыңа осы жолы жауап бермеген болсам, бәлкім келесі жолы жауап беріп қалармын. Сондықтан көңіл күйіңді түсірмей, тағы да осы сенің маған қойғың келіп жүрген сұрағың болса, астындағы сілтеме арқылы өтіп, ойыңдағы сұрағыңды қойып кетсең болады. Және достар, менің ВК-дағы ресми парақшама друзья жіберіңіздер, барлықтарыңызды қабылдаймын, және де біздің ВК группамызға да жазылыңыздар, менің Инстаграм парақшама да жазылып отырыңыздар. Ол жерден күнде шығып жатқан түрлі андай менің өмірімде болып жатқан оқиғаларды біліп отырасыздар. Сіздермен бірге болған мен, блогер Айбек. Давайте, достар. Достар, видеоның соңында айтарым, KZ Stars'тың арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл арнадан енді басында айтып кеттім, заттар көре алатындарыңызды сілтемесі төменде болады, жазылып, видеоларын қарап, қолдап жүріңіздер.